Үзбей дәрі ішу керек деді, одан ешқандай не болмады ғой. Ешқандай не нәтижесін байқамадым да, сосын осы жерге жаңағы бір танысымыз осы жерден емделіп барған екен. Сол кісіден біліп не қылдым, келдім. Бұлай инстаграмнан да көріп жүрдім. Содан барайыншы дедім да осы жерге келдім. Осы жерден жаңағы ем алып, жаңа дәрілерін іштім, жаңа шөп шайларын іштім. Содан кейін кішкене результат бар ғой енді қазірші. Менде асқазан кішкене не қылатын, қыжылдап ауырып, содан кейін жаңа кеудем ауырып өзі солай мазалайтын көбінесе. Осы жерге келген кезде осы кісі қаратты, мына Сүлеймен Маралбай. Осы кісі қарағаннан кейін жаңағы тамыр ұстап осылай емдейді дегеннен кейін қаралдым. Сонымен қазір жақсы, өз-өзім былай жеңіл жақсы сезінем қазір. Енді қазір осы бір 20 күнде ем аласыз, содан кейін вообще жақсы болып кетесіз деді ғой, соған өзім қазір көңіл күйім бәрі жақсы. Айтқан бойынша ем алып отырдым, сонымен қазір нәтижесі білініп жатыр қазір. Қазір бүгін вообще енді жақсы, өзімді бір жақсы сезімде.